Ulu Vatan Soğusu bitken gezde benim yaşım 35 dedi. Ol gezde 9. Gvardiya Diviziyasının komandiri boladı. Al bugün bolatın bolsa yaşım 70'te. Sonda 35'te koşsan 70 boladı koy. Ama nesin soğustan özünün azamatlık borcunu orundap kaytkanların birimin. Kazakta makal var, köp yasağından sorama, köptü görgünün sora degen. Жалғыз мен емес, біздің ұрпақ. Орысша айтқанда наш поколение дейді. Біз көпті көргендердің біріміз. Азаматтық борышымыздың бірі өсіп келеткен ұрпаққа. Біздің ата-бабаларымыз қандай кісілер болған, қандай өмір сүрген, өзіміз қандай болдық, қандай өмір сүрдік. Біздің өміріміз өте қиын жағдайда болды. Әсіресе бәрін айтып дегендей, Ұлы Отан соғысы. Адам тарихындағы бірінші үлкен соғыс. Адамзаттың тарихындағы. Соған біздің ұрпақтар қатынасты. Жаңа айттым ғой, сол кезімен жап-жас жігіт едім. Соғыстың аяғында 35-те болатын. Қазір болатын болса, өздерің көріп отырсыңдар, 70-тегі шалмын. Менің үлкендер де бар, соғыс қатынасқан, құрдастарым да аз емес, менің кішілері де бар. Сөйтіп, жаңа 70-темін дедім ғой, 70 жастың 25 жылын мен әскер қатарында өткізген кісілердің біреуімін. Соғыс кезінде командир дивизия болдым. Соғыстан қайтып келдік қой енді. Қайтып келгеннен кейін 5-6 жыл, сонша жылдан кейін әскерден босандым. Елге келдік. Мен ешқандай әдеби жағынан мектеп деген кісі емеспін. Институт, университетке оқыған емеспін. Әлі Максим Горький айтады ғой, Май университеті деп. Ол кісі әлгідей университет бітірмеген екен. Сонда Май университет деген сөзі менің университетім халықтардың арасында араласып өмірді көрдім деген мағынада айту керек. Ал менің жазушы болатын себебім сол көрген білгенді, өзімен қатар жүрген жігіттер, жауынгерлерді, ұстаздарымды, солар туралы жасөспірімдерге айтып берейін деп кітап жазуға кірістім. Кітапты мен 2 тілде жазамын. Өзім ана тілі қазақ тілінде жазамын. Содан кейін орыс тілінде жазамын. Әлгі аудармашы, переводчик дейміз ғой. Перевод деген мен істетпеймін, өзім жазамын. Орысша да, қазақша да. Содан әйтеуір сәтті болып шығу керек. Шамамда 16 нәрсе жазыппын. Орысша қазақша несіп қанды да. 16. Әне күн әлі государственный книжный палата дейміз ғой. Сол радиомен айтқанда бұлай деді. Менің кітаптарым 2 миллион тираж болып шығыпты. Мені жазушы деген мөр. Өмір болғанда әркімнің борышы бар. Мен тірі қалғандардың біреуімін. Сол көрген білгенді пайдасы болса, әлі патриоттық тәрбиеға, бір жағы тарих қой. Соған куәлік тастап кету керек деп ойладым. Кейбіреулер біреуді аузынан естігенді жазып, әйтпесе кейбіреулер ойынан шығарып жазады ғой. Ал менікі олай емес. Жазушылардың енді бір сөзі бар, вымысыл деген, ойдан шығарып жазамыз деген. Мен вымысылға бармайтын кісім.
Мен документалистпін. Таяқ жесек жоқ, таяқ жеген жоқпыз деп оны жасыра алмаймын. Қашсақ қашқанымыз рас деймін. Қусақ қуғанымыз рас деймін. Ұрыссақ ұрғанымыз рас деймін. Көрген көзде жазығы жоқ дейді қазақта. Сол көрген көзбен көрген нәрсенің барлығын мынау болашақ ұрпаққа қолымнан келгенше жасайын, айтайын деп әлгі менің жазушы болатын себебім сол. «Наша семья» деген кітабым ұшқан ұя деп оны қазақша етіп ат қойдым. Ол бәйге алды ғой. Лауреатты қалдым сол кітаптан. Оны лауреат болам деген ойымда жоқ қой. Оны орысша жаздым, қазақша жаздым. Оны жазған себебім орысша айтқанда «Никто из нас с неба не упал» дейді. Қазақшасына ешқайсымыз аспаннан түскен жоқпыз. Сонда қай ұяда болған екен, қай ұядан ұшқан екен деген сөз бар ғой. Мұны аспаннан түсті ма? Жоқ, аспаннан түскен. Мұны әкесі де болған, шешесі де болған. Мұның бала кезіндегі балашағы да болған. Содан кейін мынаның осы бүйтіп адам болып өсірген, бүйткен, тәрбиелеген. Мұның бәрі біздің өкіметпенен, қоғамменен, партияның тәрбиесі. Жаңғызмағанымыз бәрімізге. Сонда қандай мектебін өттім, кіммен жолықтым, кімнен қандай ұстаздық тәрбие алдым, қандай жолдастарым болды дегенді сол Нассимеде бастаған. Ал мұны басқалар болатын болса, «Ализана Москва», «История одной ночи», «Я их помню», «Помконзу Николай Редин», «Генерал Панфилов» дейтін кітабым бар. Генерал Панфилов Иван Васильевич еді, именно осы марқұм етіп салмақты. Ол кісі менің үлкен ұстазым болады. Сол ұстазымны көп нәрседе міндеттім, көп нәрсені сол үйренгенмін. Содан кейін сол кісіге әлгі ескерткіш ретінде естелігімді жаздым. Оны өзім парыз деп таптым. Ал қазір не істеп жүрсіз деген сұрақтар болуы мүмкін. Қазірді қарап отырған жоқпын. Бұдан бірнеше жыл бұрын бір еңбекті бастадым, бірақ соны аяқтай алмастан келе жатырмын. Аяқтаймастан отырмын. Оны қашан бітеді, біте ме, бітпей ме, оны болашақ көрістер. Оны орысша жазып жатырмын. Оның аты енді орысша условные названия дейміз. Кейін аты өзгерер мүмкін. «Последние дни войны, последний солдат» деп әзірінше отбасында сөйтіп ат қойдым. Бірақ ол біткен жоқ. Әзірінше. Оны үлгергем жоқ әлі. Сол атты қоярым қойып, оны үлгеру, бітіру маған оңай түсіп отырған жоқ. Ал шабандап отырған себебім, мұның бет алысы бұрынғы шығармаларына қарағанда өзгеше. Соған тәжірибе жағынан ба, білім жағынан ба бір нәрсе жетпей жатыр құдай береді. Ал аманшылық болса, одан басқа ешқандай планым жоқ. Сол «Последние войны, последние солдаты» деген кітабымды үлгерсем жақсы болар еді деген
Бұдан басқа жазу жағынан менің әзірінше ешқандай планым жоқ.